Мейірім айлығы аясында Асыл Дариялар айдары Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Көкшетау қаласының құрметті азаматы, облыстағы бір қатар музейлердің негізін қалаушы, Мәлік Ғабдуллин музейінің алғашқы директоры, музей ардагері Мәриям Кенжахметқызына арналады. Мәриям Кенжахметқызы 1947 жылдың 20 қазанында солтүстік Қазақстан облысының Петропавловка ауылында дүниеге келген. Өзінің еңбек жолын 1969 жылы Көкшетау қаласында ұстаздық қызметтен бастады. 2005 жылы музейдің жаңа ғимаратының салынуына және экспозиция залдарының ғылыми тұжырымдамасын жасауда, музей қорын толықтыруда ерен еңбегі мен күш-жігерін жұмсаған тұлға. Мәриям Кенжахметқызының мәдениет саласында тәрбиелеп кеткен шәкірттері баршылық, солардың бірі Айгүл Түзелбайқызы. Біз сол кісінің жұмыс орнына келе жатырмыз, ұстазы туралы бір ауыз лебізін тыңдасақ. Айгүл Түзелбайқызы, енді Мәриям Кенжахметқызы мәдениет саласында қызмет істеп жүрген жылдары бірқатар шәкірттерді тәрбиелеп кетті. Енді сіз де сол кісінің тәлімін алған жандардың бірісіз ғой. Мәриям апай туралы не айтар едіңіз? Мәриям Кенжахметқызы мен 96 жылы 2002 жылдар аралығында бірге жұмыс істедім. Ол кісі сол музейдің басшысы болып жұмыс істеді. Одан кейіннен музейлер бірлестігі болды. Сонда музейлер бірлестігінде осы қаладағы барлық музейлердің басын біріктірген құрылым болды. Сол құрылымның бас директоры болды. Мен ол кісіні тек қана жақсы жағынан ғана тани алдым. Университет бітірген жас кезімде сол ең алғаш еңбек жолын сол музейден бастадым. 95 жылы музей ашылған болатын, мен 96 жылы жұмыс істедім. Мен ол кісіні мен басшы ретінде сондай талапшыл, жауапкершілігі мол, адамгершілігі мол адам ретінде білдім. Мәриям Кенжахметқызын айтқан кезеңде Жанатай Бекенұлын айтпау мүмкін емес. Ол кісілер үнемі қатар жүретін, Мәлік Ғабдуллиннің әрбір мұрасын тірнектеп жинап, бүгін сондай үлкен бір музейге айналып отыр, қаланың көркіне айналған музейге. Сол музейдің әрбір экспонаттарын әкелгенде ол кісілер балаша қуанатын. Сол кісілердің шынайы қуанышын біз өз көзімізбен көріп куә болдық. Менің есімде ол кісі тіпті әскери ұшақпен Алматыдан ол кісінің Мәлік Ғабдуллиннің жеке заттарын, жәдігерлерін әскери ұшақпен де әкелгені қазір біраз кісілердің есінде шығар деп ойлаймын. Ол кісі музей ісінің білгірі деп айтар едім. Өйткені тек осы Мәлік Ғабдуллин музейі ғана емес, оған дейінгі әдебиет және өнер музейінде ол кісі экспозициясын құрастырған, сол музейдің директоры болған кісі. Тек осы Ақмола облысында ғана емес, сондай-ақ солтүстік өңірдегі Айқын Нұрқатовтың, Жақан Сыздықовтың музейлерінден экспозициясын көмектескен, яғни солардың негізін қалауға көмектескен азаматтардың қатарында ол кісіні енді әріптестеріміз, басқа өңірлерде жүрген әріптестеріміз үнемі сондай жылы лебізбен, шынайы ниетпен еске алып жүр. Халқының болашағына қалтқысыз қызмет етуді өзінің асыл мұратына балаған Мәриям апай, ұлттың рухани байлығын насихаттау, кейінгі ұрпаққа мирас етіп қалдыру мақсатында аянбай тер төккен, облыстағы бірнеше музейдің негізін қалаған ардагер. Мәдениет саласындағы жинаған тәжірибесінің негізінде жазылған музей әлемі атты ғылыми еңбектің авторы. Музей саласындағы өзінің өмірлік іс тәжірибесімен бөлісіп, өрелі ісінен өнеге қалдырып, музей ісінің қыр-сырын танып білемін дейтін жандар үшін дәрістер ұйымдастырып, ізбасарларының алғысына бөленіп, мақтанышына айналды. Өздері негізін қалап, жол салып кеткен Мәлік Ғабдуллин музейінде Жанатай ағай мен Мәриям апайдың қолжазбалары, құжаттары, дәрістері мен мақалалары, кітаптары сақтаулы. Музейдің экспозиция залында фотосуреттер